бүгінгі историяда бай семья, мынау қызы, папасы, мамасы. Енді олардың комнаталарын көрсетіп шықсам болады. Комнаталарын көрсетіп шықсам болады. Мынау қызының бөлмесі. Бұл жақта қызының комнатасы болады. Ал мына жақта папасының комнатасы болады. Бірақ неге мамасымен бірге комнатада жатпады десеңіздер, бұл жақта мамасының комнатасында папасының киім қоятын жеріне орын қалмай қалды да, сондықтан бөлек комнатада жататын болды. Ал бұл комнатаға мамасы мен кішкентай бөпесі жатады. Осындай комнатада жатады. И осы комнатада өмір сүріп, сөйтіп видео түсіремін.